Жердегі әңгімені жалғастырайық. Мен сіздерге айтайын ба? Мына қазақ елі, мына ер азаматтар, әйелдер. Мен осынша жасқа келіп, өз анамды көрдім, өз ағапкелерімді көрдім, өзімнің абысындарымды көрдім, өзімнің бір танымайтын әйелдерді де көріп жүрмін да. Бәр бақыттымын деп айта алмайды ешқандай әйел ше. Еркек те сондай. Мұңайып жүрген, жүрегі бір мұңға толып жүрген еркек. Бәр нәрсе болса да че-то бірдеңе не то да. Соны қазір мен айтып атқаным, мысалы 4 әйел алудың пайдасын айтайын сіздерге ше. Себебі бізде қазақтың әйелдері жалғыз бәріне үлгере алмайды. Бір бала туғыш әйелдер болады. Бала туып үлгерсе де, күйеуіне қарап үлгермейтін әйелдер болады. Бір әйелдер болады, ақша тапқыш әйелдер, бай әйелдер, жұмысты көп істейтін, көп табатын, бітпаған әйелдер болады ол. Олар ақша табады, бірақ бала тууға уақыты болмайды. Бір әйелдер болады, там прикол тастап, ағайын жұрттың енесінің көңілін табатын, прям бұлнай әйелдер болатын. Олар или тамаққа жақын әйелдер болады да, тамақсызды өлтіріп істейтін әйелдер болады. Үй тазалағанға өлтіріп тазалайтын әйелдер болады. Бір әйелдер болады, сұлу андай, бәрі сұлу ғой, бірақ өзіне қарап қалған сексуальный әйелдер болады. Өте андай, қандай от әйелдер болады. Оның өзіне қарап қалған модель, красавица әйелдер болады да. Сондықтан соның бәрін жинап, негізі бір отбасы қылу керек қой. Себебі сонда ер азамат сен қанша бала ту, қанша бір өзіңе сен бала тусаң енең көңіліне тауып үлгермейсің, енең көңіл тапсаң күйеуің көңіл, мен көңіліме қарамадың, маған қарамадың деп. Күйеуіңе қарап жатсаң енең қызғанады, ағайын туыстарың жабылады одан кейін. Сондықтан осындай нәрсені қоғамда негізі біз қабылдау керекпіз. Сонда жаңылдегі бала далада қалмайды, туылған балалар далада қалмайды, қыздары бұзылмайды, және де еркектер көп измена жасамайды сонда. Вот.